Кайырлы күн. 1С'те бір контрагентті 2 рет ашып қоймау. Контрагенттер бойынша деректердің қайталанбауын бақылау мақсатында осы анықтамаға рұқсаты бар қолданушылар үшін белгілі баптауларды орындау керек. Басқару тарауына кіреміз. Қолданушылар мен құқықтарды басқару. Қолданушылар. Қолданушының парақшасын ашамыз, баптауларға кіреміз. Контрагенттер анықтамасында дубликаттарды бақылау параметріне «иә» деп қоямыз. Жабу және сақтау. Енді жаңа контрагент ашқан кезде қайталанатын деректер бойынша бақылау жүргізіледі. Тексеру бин бойынша өтеді. Жаңадан ашылып жатқан контрагенттің бині басқа контрагентпен бірдей болса, осындай бинмен контрагент бар деп хабарландыру шығып тұрады. Көрсету сілтемесі бойынша біз бұл контрагентті ашып көре аламыз. Егер 1С бойынша сұрақтарыңыз бар болса, немесе жаңарту қою керек болса, 1С франчайзи фаворит компаниясына хабарласыңыз.